Сәуле Досжан үлкен үйдегі үрей романның жалғасы. Осы тұрқыда Төрегелді Хадишаны көзіне сондай арамарсыз қара ниет адам болып көрінді. Өткенде бір шалиға Төрегелді қырдағылардың қанын ішеді екен, барын тартып алып, бермей қарсыласқан еркектерді ауданға жаяу айдатады екен деп бірдеңе айтқан еді. Сонысы рас болды ғой, қара ниеттілеу екен. Қайдан ғана тап болдым, қыз болып қылтиғанда тигенім жиренше ал, оның байлығына қызықтым, қатын боп қарық болғаным тигені мынау, оған бар байлықтан айырылып қалам ба деп тидім. Сондағы отырысы міне, осы дүниеге от қойып жіберсем ба екен деп күні бойы өз-өзіне жеумен болды. Көктемнің бір жайдарлы күні Төрегелді де үйіне жайдарланып келді. Әншейінде қабағы түксиіп, мұрты едірейіп, әр сөзі оқпен айтқандай болып жүретін байының бүгінгі мінезі Хадишаны таңғалдырды. Ойбай деген мынаған қайдан күн шықты деп ойлады ішінен. Хадиша ертең ауылға әке-шешесіне барамыз, баланы да алып, ал нағашыларына барып қайтсын деді. Өзі өмірі Таупанын атын атамайды, атын Өшкірдің, ана бала сенің балан деп отырады ылғи. Әшейін ертең барамыз, не дайындал, базарлық аламыз ба дегісі келді де Хадиша батпады. Өзі дайын дүниеге келгеніме ісі жоқ, сондай сасық саран, байдың асын қызғанатын байғұс нағыз. Қырдан келгендерді үйге жолатпайды, әрі сойылған қой мен алынған ұн қапшықтарды санап жүргені. Үйге бір табыс әкелген күні Ермет пен Шалиғаның үйіндегілердің жанын жеп, ананы үндеме, мынаны үндеме, заман жаман деп зарлап бітеді. Таупанды болса да өзімен бірге дастархан басына отырғызбайды. Зәуде бір отырып алғанда бала боп тәттіге, бауырсаққа қол соссақ пәлеге қалғаны. Біздің бала кезімізде осындай қант деген пәле болмайтын, бауырсақты пісіріп жатпайтын, шешемізді қазан жаппайтын, жеп-ақ өстік қой деп бастайтын алыста отырғызып. Ішіп жегенде есептеген сасық саран, әке шешеме базарлық апарам деп өле алмай жүрме Хадиша? Үндемеді, тек өзін Арсланнан қалған мата-сатасын қосып, апасына, жеңешесіне және көкесін өсіп келе жатқан қызы Жанатайға бір-бір алтын сырға алды да пәледен жасырып беруге. Ол сырғалар кезінде жиреншалдың бұған сапарлап қайтқанда әкелетін базарлық еді ғой. Ермет көкесі шашын тықырлап алып берді. Әне, әнтейім алып берген бешпетінде киім бе деді қуанып жүрген ұлы. Жоқ құлыным, оны Қажы атаның медресіне күзде тіл сындырып қарып тануға барғанда киесін, әзірге Шалиға апан тіккен кеудеше мен шалбарында кие ғой деп маңдайынан сүйді. Төрегелдінің төсегіне жатқалы бері осы ұлының алдында өзін кінәлі сияқты сезінеді. Бала боп шын қуанғанын бірінші көріп тұр көптен бері. Шешесінің жанында жүріп жетім болды жарығым деп ойласа көмейіне тас тығылғандай болады. Түс ауа қос атты шпарлап жеткен арбаға Төрегелді, Хадиша және Тауфиқ мініп жолға шықты. Келіншектің есіне жиреншалдың алтындатқан пәуескесі мен төркініне баратын салтанаттар түсті. 3-4 жыл болыпты ғой елге бармағалы да. Төрегелді екеуінің ортасында отырған ұлы біраз жүрген соң қалғи бастады. Шешесі алдына алып, бауырына басып отырып әндетті. Айналайын қарағым, кекілдім-ай, балапаны аққудың секілдім-ай, қолда барда алтынның қадірі жоқ, қолдан ұшып кеткен соң өкіндім-ай, шилі өзен қамысай, бізді ойлай жүр танысай деп анасы Зерліханың іс тіккенде мәшинесін құлағын бұра отырып айтатын шилі өзенге салды. Сондайда қантай. Жеңешесі барылдаған даусымен қосыла анасы Қантай жан, бұл сағынышпен сызылдатып салатын әні ғой деп күлетін. Сол сағынышпен салатын әні Хадишаның көңілін астан кестен еткен. Әннің үшінші қайырымы қайыра бере ал кеп жыласын дыбысын шығармай. Көзінен парлаған жас бетті жуды. Баласын бауырына қысып алған
келіншек сол бір күндерін сағынды. Қолынан ұшып кеткен соң алтынның қадірін білді. Жылағанымды мына бейбақ байқап қалса, пәуескені тоқтатып алып, сабыр деп қорқып, бетін құба жолға бұрып жылады. Төрегелді болса, мана әйел ән бастағанда-ақ қалғып-мүлгіп барып қорылға басқан. Көшір жігіттің бұларға ісі жоқ, аңдығаны қара жолдың ой шұңқыры. Тек құлағы жеңгенін әсем әнін естіп, жанын тербеп келеді. Хадиша Абайдың әнін шырқады. Оны жирен шалға келген қонақ келіншекпен қайта-қайта айттыртып алып жаттаған еді. Арслан осы әнді Хадиша үйреніп алған қыста керемет қуанған болатын. Алдағы жаз шыға саған мұғалім жалдап оқытамын деп жүргенде заман аумалы төкпелі болып кетті ғой. Тәңірім қосқан жар едің сен, жар ете алмай кетіп ем. Бір көруге зар едім мен, айнымасқа бекпен. Сен жаралы жолбарыс сен, мен киіктің лағы ем деген сөздері қандай әсем сазды, әуенді қандай шіркінін. Сол жылдары Қарқаралыда Абайдың өлеңін жаттап, әнін шырқау дәстүрге айналып еді. Арслан айтатын: Абайға аға, Құнанбайға қажы, қажада дейтін да әкемнің. Осы үйде талай қонақ болған. Қажы ата мешіт салдырғанда көбіне біздің үйге түседі екен дейтін. Қажы атаның салтанатты мешіт үйлерін қарсысындағы қырдың үстінде Қарқаралының бас белгісіндей болып тұратын. Елден келген, қырдан келген, алыс-болыстардан, арнайы келген қонақтардан есігін алдындағы кермесі босамайтын еді. Соңғы жылдары адам қарасы азайып, тіпті басында шырақшыдан басқа адам түнемейтін болды. Төрегелді айтады: Қожа молданың той-томалағы бітті. Ендігі коммунистер молдаға, шариғатқа қарсы жер-жердегі кейбір мешіттердің қабырғасын бұзып, кірпішін қызыл отау салған үйге пайдаланып жатыр дейді. Бұрынғыдай жиылып намазға жығылып иманға ұйымайды енді. Арабша оқуды да тоқтатады. Орыс қарпімен бастайды жаңа мектептерді деп те келді. Ниеттері құрғыр. Әйтеуір заман біздікі, заман біздікі дейді де отырады. Бір сөзіне қарсы шықса, адырандап кетеді пәленің арқасы қозғандай. Бір ауыз қарсы келген үшін қыста бір рет сабапты алады. Содан бері қорқады. Шалиғаның айтқандары шын сияқты. Адамды аяу, жағдайына қарау дегенді ұқпайды, жүрегі тастай. Егер коммунист болғандары осындай болса, оларға дін неге керек? Тас жүректерге дін жаны жұмсақ, жүрегі нәзік, Құдайдың жолында жүргендердің ісі. Осы нақұрысқа қайдан кездестім деп уайымдап, аяғы терең ойға ұласты. Баяғыда жол бойы ауылдар болушы еді. Әрқайсына тоқтап, амандасып, сусын ішіп, ары қарай жүріп, кеш бата ел іргесіне жетуші еді. Бүгін де бір сұмдық. Әлі жолда отырған бір үйді көрмедім. Жайын Төрегелден сұрап еді. Жайылып кеткендерді кәліктікке жиған, бәрі колхоз болып отыр. Баяғыдай өріс бермей таласатын бай-батшалар жоқ енді. Малын тартып ортаққа өткізген, оны малшы деген бағады. Құлақтарды жер аударған. Бүгінгі тірлік өкіметтікі, өкімет кедейдікі деп жиналыс өткізіп жіберді. Сонымен не керек? Елге келгенше тірі жан мен жүгірген жануар көрмей жетті. Есік алдында пәуеске келіп тоқтағанда үй ішіндегілер өре сыртқа шықты. Ой, бұл жеткендер ғой келген деп Қантай жеңешесі орамалын түзей жүгірді. О, құлыным, о, ботам деп апасы келе жатыр етегіне оратылып. Мал қора жақтан әкесі де емпендеп келеді. Мына жиен жігіт болыпты ғой деп Жақып көкесі Таупанды Хадишаның алдынан көтеріп алды. Жақып көкесінің ұлдары мен қыздары шұқырлап келіп апатайларын бас салды. Хадиша екінші байға айтпай тиді деп төркіндерін өкпелеп жүрме деп іштей толқып келе жатыр еді. Бәрінің шұқырдай табысқанына сұмдық қуанды.
Хадиша төркіндегі қуанышы ұзақ болмады. Екі қонған соң-ақ Төрегелді оңаша шақырып алып, біз ертең қайтамыз деді. Неге тез демеді әйел. Сен ана баланы осында қалдыр, нағашыларына, жақанның балаларымен өссін дегенде барып, неге деп баж ете түсті. Сол өзін туайын деп отырсын, сол саған бала болады. Қасқырдың қанша бақсан да орманға қарап ұлитын білесің бе? Қалалы жерде татардың баласы бұзық боп өседі, қанын тартып деп түсін суытты. Сорлы Хадиша үкіметтің әпер баққанын не деп қарсылық білдірсін, тек жеңешесі мен апасын айтып әбден жылады. Зерліхан бәйбіше көпті көргендігіне салып, қой енді тастасан тастап кет, өсерде ана ауғанбаймен тайталасып жүріп, заман болса мынау шында да қалада бұзылып кетер, бірақ татар болса да тегі жақсы, осында Сәметтің мектебін ашқалы жаттар, соған берем, уайымдамай, аяқ қолынды бауырын ал деп жұбатты. Опырмай-ай, әкесінен қалған иен дала үйге бітпей баланы сыйғызбағаны несі? Қаншер деп қалды аузы жылдам, бірақ жүректі жеңгесі. Таупанды оңашалап алып сөйлесті Хадиша. Анасының әрбір сөзін зердесіне тоқып алайын дегендей үндемей тыңдаған құттай ұл. Әне мен ауғанбаймен бірге мектепке барам. Бұл жерде Ермет көкенің үйінен жақсы ғой деді томпайып. Оның мына есті сөз анасының жүрегін ауыртты. Дүние-ай деген өзі баяғыда жастық мастықпен Нүрияны Арсланның әкесінен қалған ен далада үйге сыйғызбаған едім. Міне алдымнан келді деп ойлап өз қияметінің баласына келіп тигенін жанына батты. Сыртқа шығара алмай тұншығып пәуескеде тербеліп бара жатты. Айтқанындай Хадиша күзге салыма сүмелек жаңбырлы бір күні қошқардай ұлтапты. Өмірі қабақ ашылмайтын Төрегелді жүрегі жарыла қуанып. Мұның аты Заманбек болады, заманынан бек болсын деп қолын алып, шақалағын иіскеп бауырына басты. Әй, сен енді маған бәйбіше болдың деп Хадишаға баланы берді. Қуанған сыйқын деді іште келіншек. Безбүйрек күйеуі өмірінің жалғасы туғанына қуанғанмен, әйелінің тұла бойы тұңғышын сағынып жылайтынын мән де бермеді. Өмірде тауфиқ болмағандай, өз аузына алмай өзгеге айтқызбайды. Өлгенде кеткен өші бардай титімдей балада. Заманбек туғалы заман тынышталғандай еді. Қырдан келгендер жер шұқып, егін егуге кіріскенін, колхоздың егіздеп төлдеп жатқан қойларын әңгіме етеді. Қояндының жәрмеңкесі қайта ашылып алып сату басталды. Соған барып келеміз деп апасы мен жеңешесін алып Жақан көкесі келіп кетті. Ауылдағы Сәбет мектебі бала оқытудан бастап Таупан мен Ауғанбай хат танып қалыпты. Көкесінің бой жетіп келе жатқан қызы Жанатайда қаланың өмірін үйренсін, әрі саған серік болып бала қарасын деп әкеліп тастады. Жанатай келгелі жақсы болып қалды. Заманбекті баға жүріп екеулеп сауат ашуға кірісті. Екеуі де жәдіште хат танып төте оқуға бас қойды. Үйде келіп баяғы Арсланның мұғалімі досы Халик сабақ беріп жүрді. Әпкесі мен сіңлісі бір қыста батырлар жыры, қобыланды жырларын оқып тастады. Оларға кітапты әкелген Халик, Хадиша мынаны қазаннан шалғын беріп жіберіпті деп бергенде жүрегі дір ете түсті. Сөйтсе әзілдепті. Кітаптар қазанның баспасынан шыққан екен. Шынымен жиреншал жіберген екен деп қалды аңқау басы. Бүгінде оның атын естісе қорқады. Себебі күйеуі енді Татарбайдың келсе маған тиіп алғанын үшін өлтіреді дейтін. Баяғыдай сағынбайды да, сол бір ханым болған күндерін есіне алмауға тырысады. Бар алданышы Заманбегі мен кітап оқу болып жүрді. Төрегелді өкіметтің жұмысынан босамай ой мен қырға шапқылап жүргенде тағы бір қыс өтті. Дүрбелең саябырсығандай болды. Қазақ жеріндегі аздаған тыныштықты қазанда жатып естіп біліп отырған. Арслан қайткенде ұлын алып қайту үшін жолға жиналғанда
Арслан, жаным, мынадай сүйкімді қызым бар ғой, Тауфиқты тағы біраз өскенше қоя тұршы, қазақылар жақсы дей береді, заман әлі тыныш емес, барман деп безілдеді Нүрия жолға жиналған күйеуіне. Татар отбасына, ата жұртына оралу жақсылық болған еді. 10 жыл бала көтермеген Нүриясы жер ауысқан жақтыма бала көтеріп, қыз туған. Содан баланың несібесі ме Арсланның басына қайтадан бақ орала бастаған еді. Қазанның шет жағына үй сатып алып, қайтадан саудаға кіріскен болатын. Жатса тұрса Қарқаралыдағы үйдің астындағы жатқан әкесінен қалған алтын күмістері де есіне түсіп маза бермеді. Нүриясы қыз туған соң қыз шыққан жерде ұл да шығады, ақырын күтейін деп жүрді де, бірақ дүние деген пәле көкейін тесіп ұйықтатпады. Жазда Қазанның келген бір танысы, Хадиша баяғыда-ақ байға тиіп алған, оған кәмпеске болмады. Күйеуі Мисляның бастығы аудандағы деп сендірді. Әкеден қалған ақ үйге тоқалы біреуді кіргізіп алып, ойран асыр жасап жүргенін ойласақ, іші оттай жанатын. Нүрияның ойбайын бой бермей ажалы шақырды ма, Арслан Қазаннан қазақ жеріне сапар алған еді. Шеуінде үн жоқ, шеуінің ойы үш жақта. Еңсені басқан жанды жеген үнсіздік ұзаққа созылып барып бұзылды. Алдымен тілге әйел мен еркекті мысымен басып тұрған Арслан келді. «Иә, Хадиша, жағдайың қалай? Тауфиқ қайда?» деді зілдеу үнмен. «Көкемнің үйінде, сонда мектепте оқып жатыр» деп әйел әрен даусын шығарды. Хадиша қонаққа дастархан жасайшы деп еркек сөзге араласты. «Мен де барамын» дегендей әрі қорқып тұрған әйел шеттетіп. Арслан анық, ал сұрағыш болсан менен сұра деп тұрғаны ұқты да. «Мен қонақ емес, осы үйдің иесімін» деді. «Білеміз, танып тұрмыз. Елге күн туғанда отбасынды тастап қашып едің, оралдың ба?» деп милицияның бастығы күш ала бастады. «Мені не істеп, не қойғамда шаруам болмасын, одан да баланы алып кел маған, тапсыруды ойлан» деді Арслан ықпай. «Баланы саған емес, сені қайда тапсыруды шешіп қойған баяғыда саудагер. Осы тұрған қалпынды алып апарып аудандық түрмеге жабам» деді тістеніп. «Сенің айдауында жүретін мен саған Қарқаралының қазағы емеспін, байқап сөйле» деп бешпетінің сол жақ кеудесіне қолы барып қалды. Онда революцияның көзін көрген ескі револьвер жатқан. Баяғыда жолға шықса да төс қалтасына салып жүретін серігі, ол жанында жүрсе көңілі орнында болатын. Мына өктем күйеуге көздеп жібере сақтап сабырға келді. Төрегелді оңайға ысылған әккі ғой, сезе қалып өзінің наганын алыста отырғанын еске алып. «Сіздің Қазаннан келгендігіңізді білеміз, келе сала бала демей жөн сөз айтпайсыз ба? Балаңызды береміз, тек ойласайық» деп ыңғайына жығылды. Ішінен сенің бөлтірігінен қалай құтылуды өзім де ойлап жүргенде қайта жақсы болды, әкетсін деп қойды. Балаңды береміз дегені көңілінен шығып, Арсланның екпіні сәл басылды. «Ойласайық» деп орнынан қайта отырды. «Шәй ішіңіздер» деп бөлмеге Хадиша кірді. Арслан орнынан тұрып қонақ бөлмеге өтті. Төрегелді аса сақтықпен қаруын қойнына тығып алып барып дастарханға келді. Екі күйеуінің шекісіп қалғаны хабарсыз әйел қорқыныш пен күдік аралас ойлармен шай құйып отырды. Жүрек жалғап алған соң Арслан Хадишаның оңаша қалғанын аңдады. Төрегелді сыртқа шыға бере ыдыс-аяғын жиыстырып жүрген баяғы тоқалына жақындап: «Хадиша, менің түннен қалмай жүруім керек, сенімен әңгімем бар» деді. Төрегелден өлердей қорқатын келіншек артына жалтақтай: «Жарайды, мен төреге айтайын» деп сыртқа беттеді. Баяғы ерлі-зайыптың әңгімесін басы аяғы Тауфиқты алдырту тездетіп, содан әкесінен қалған алтын күмісті қазып алып, ерсе Хадишаны баласымен алып, ермесе ұлын сұрап алып қайту. Ұлын жанына қосса, осы үйді басы байла береді. Қазынаны қазса, одан да қалдырады.
тек ешкімге жақ ашпай қазынаны қазысып, баласын елден алдыртып берсе, ертең түнделетіп жолға шығатын болады. Естігеннен бәрін Төрегелдіге жеткізген Хадишаға күйеуі: не десе де келісе бер, ертең Ермекті таң ата қырға жіберем де, өзі үйден шықпасын аттап. Балаң келгенше күт, кеш бата Ермек қайта оралады. Мені мына байдан да балам бар де, ере алмаймын де, қазынасы мен баласын алып түнделетіп жолға шықсын де, деп үйретті. Хадиша естігені бәрін жіпке тізгендей етіп жеткізді. Оның ұсынысы Арсланның көңіліне қонып, баласын алып келгенше күтетін болып, үйден шықпауға келісті. Күндіз Төрегелді жұмысқа кеткенде Хадишаны айналдырды. Байын келгенше мен барымды жиып теріп алайын, сен көмектес, менімен кетпесен кетпе, бірақ баланы бер. Сен әлі жассың, әлі көп бала табасын. Тауфиқты әкетсем, сені мазаламаймын, саған көп алтын күміс берем. Әйтпесе жыл сайын баламды көру үшін келіп тұрам. Ол менің кәмөнес байынан шықпайды, мен кеткен соң сені сабайды деп қорқытты. Қайта барса қорқытын көрі, үкімет байы сен маған тиген үшін саудагер шалын өлтіреді дейді. Жирен шалы, мен қайта-қайта келіп баламды, дүниемді даулай берсем, күйеуін сабайды дейді. Әбден басы қатты. Әйтеуір бір өлім болса, қайда барса көретін, өліп-ақ қалса ма екен. Онда Таупа мен Заманбегінің күні не болмақ? Үйістіп неше түрлі ойға кетіп жүрген баяғы тоқалының жанына Арслан келді де сыбырлап: басқаларға көрінбей бір қапшық алып отын қораға жүр деді. Отын қора деп аталғанымен зәулім қос қабатты үйдің астынан жартылай жер бетіне терезелері шығып тұратын қосымша қабаттағы үлкен-үлкен бірнеше бөлме еді. Үйдің астындағы қабатымен есептегенде үй 3 қабат болады сонда. Баяғыда үлкен Ахметовтың барында ол қабаттың жартысы асхана еді. Ыстық тағамдар сонда пісірілетін. Бір бөлмесінде соғым мен ет жөнделеді. Оның қабырғалары ашықтау, терезесі жөнделеу мұзхана іспетті. Асханада 2-ші қабаттағы қонақ бөлмеге көтерілетін баспалдақ бар. Отынхананың ішкі есігі бөлмеге ашылады да, тағы бір есігі сыртқа қарай ашылады. Сонда жазда кесіп даярлаған ағаш отынмен көмір тасылады. Ал көмірхана сыртқа жасалған. Арслан әйелді ертіп ішкі есікпен кірді. Бөлме толған кесілген қарағай мен қайын тақтайлап жиып, құдды көрпе жиғандай реттеп қойған. Оның бәрі Ермектің тірлігі. Қыстай сол отынды жағу, мұржаларды тазалап отыру соның міндеті. Одан басқа мұнда адам баспайды. Ол сонау үлкен Ахметовтен қалған тәртіп. Оның сырын тек Арслан білетін. Ал тоқал отын қораға кіріп те көрген емес. Ол отын қора жай отын қора емес еді. Оның түпкір жағындағы отынның 4 қатарын алғанда астынан көмбе шығатын ешкім білмейтін. Арслан кәмпеске деген естігеннен шошыған. Үйі кәмпескемен өкіметке өтіп кетсе, мұнын өлсе кіргізбейтін еді ғой. Мейлі байға тисе де, әйтеуір осы үйді сақтап қалған үшін тоқалына іштей риза еді. Қайтсе де байы жоқ қатынды кім көрінген басына атты, милицияға тигені жөн болған. Әйтеуір екеуіне де бұл үй жоқ еді деп ойлап қалды. Ермесе ермесін, енді тек мынаны атыма артып, ұлымды алдыма отырғызып жіберсе болды. Өмірі ризамын. Уақыты келгенде ұлым шешесін іздеп келгенде осы үйге ие болар деп те ойлап қояды. Татар еркек әкесінен көрген әдіспен ықтияқтап 4 қатар отынды алды да, я бисмилля деп жерге тізерлей отырып, тырмамен қақпақты іздеді. Қолына ілгегі ілінгенде жоғары тартып қалды. Біраз жылдан бері қол тимегенге ме жерге қатып қалыпты. Аяғымен жер тіреп жатып әрен ашты. Соның бәрін қарап тұрған Хадиша қайран болды. Осы үйде 10 шақты жыл болды. Күнде жүр. Ермек күнде отын қораға шаруамен кіріп шығады. Ешқайсы да мұнда жирен шалдың тыққанын барын білмеген ғой. Тіпті ойламаған да. Арслан жүн толтырған қапшықтарды екі жағына лақтырып жіберді де еңкейіп
салдырлатып тағы бір нәрсені ашты да лып етіп төмен секіріп түсті. Аяғы жерге тіреліп, басы ғана көрініп тұрды. Хадиша қызықтап жақындау келіп қарады. Екеуінде де үн жоқ. Жиреншал темір әбдірені қақпағын ашыпты. Ішінде бірнеше темір құмыралар мен өрнекті ағаш сандықшалар тізіліп тұр. Олардың ішінде не барын сұрамады. Сұраса да құпиясын біліп қойғаны үшін өлтіріп кетер деп қорықты. Жиреншал оларды алып қапшыққа жүнге орап салып жатты. Хадиша ештеңе көрмегендей сыртқы есікті бақылап тұрды. Бір кезде жиреншал қақпақтарды қайтадан жауып, отынды орнына қайта тізді. Ал кеттік деді де өзі орта қаптан жоғары манағы байлығы арқалап алды. Хадиша ештеңе білмегендей, ештеңе көрмегендей ләм демей алдыға түсіп жол бастап келеді. Арслан баяғы Әккінің кітапханасына кіріп алып, күні бойы кітап қарады. Әйтеуір кешті батырды-ау. Қас қарая Төрегелді келді. Қабағынан қар жауып, кірпігіне мұз қаттап, тек қырға кетті деген Ермет баласына кешіктіріп жатыр. Баламды қазір әкелсе деп, қазір жолға шығып кетер едім деп қояды іштей ойланып. Бұл кезде Төрегелді әйелін жатын бөлмеге қамап алып тергеуге алды. Күні бойы не көргенін сұрады. Ішінде не барын білмеймін, әйтеуір қапшығы жартыдан жоғары болды деп әйелі бәрін жайып салды. Хадишадан жағдайы қаныққан Әккі милиция ол қаптың тегін емес екенін сезді де ойы бұзылды. Әй, мынау ел аңыз етіп айтатын саудагер Әккінің тыққандарын алып кетіп барады. Осының біздің үйге келгенін көрген пенде жоқ Ерметтен басқа. Оны да кешкі Кендалаға жіберем деді. Таупанжанды әкелмей ме деп қалды ұлын сағынып жүрген анасы. Қайдағы бала бұл саудагерге? Ертең баланды апарып құлдыққа сатып жіберер. Одан да мұны сол әкенің қазған көріне қайта өзін тығып тастайық. Кім біліп жатыр қаңғыған саудагерді? Баяғыда әкесі қаңғып келіп кедейлерді жеп байып еді. Ана қапшықтағы сол сорлылардың көз жасы. Мұны өлтірсек баланың да жанын да қалады деп Хадишаның да жанын жеріне сипап қойды. Мына сөздерді естіген әйелдің қорыққаннан жүрегі аузына тығылды. Болмас, болмас, обал ғой дей берді. Несі обал? Сен бар жастығыңды осыған бердің. Тоқалы болып томпылдап осы үйдің тірлігін істедің. Баласын тудың. Кәрі татардың тұқымы құрғыдан жалғастырып, енді оны тартып әкетеді. Бар тыққанын өкімет түгілі саған да татырмайы арқалап кете бармақ па? Байыманап құлақ деп қалш-қалш еткенде оның сөзі көңіліне қонған әйел. Төрем, өзім біл, мен араласпаймын. Мен тағы 2 қабатпын, қорқам деп келісім бергендей болды. Әйелінің 2 қабатпын дегеннен есін жиған еркек. Әй, сен шынымен бе? Деп жанына жақындап қайта сұрады. Иә, енді айтам ғой деп жүрем. Сіз ұрсама деп күмілжіді. Неге ұрсам? Мен бәрін тастап баладан қашатын татар шал емеспін. Сен менің ұрпағымды туасың, мен сені аялаймын деп ойлап, ойда жоқта қамқор әке, асыл жар бола кетті. Оның мына сөзіне сеніп қалған әйелі. Мейлін, дей берді келіскенде. Мейлі болса мейлі, сен балаларға бар, мен өзім жайғастырамын. Ал Ермет келмейді. Мына шалдың атын кеше соған жетектеп жібергем, Кендалаға көкеме, деді де сыртқа беттеді. Бір сұмдықтың боларын ойлап, Хадиша көзім көрмесін, балаларым білмесін деді де Заманбек пен Жанатай жатқан бөлмеге бет алды. Ойы бұзылған аудандық милиция қонақ бөлмеге байлығын қапшыққа тығып баласын күтіп жатқан Арсланға бет алды. Қолында баяғы Арсланның әкесінің кітапханасындағы қару-жарақ ілінген тақтасында тұратын айбалта. Үлкен Ахметов аң құмар еді. Содан ба қарудың неше атасын жиып, сөре жасатып, тізіп қойған. Заманында үйге келгендерге қызығып қарап, ұстап көріп тамашалайтын. Оның біразын Төрегелді кәмпескеге тізімдетіп беріп жіберген. Осы бір айбалтаның не ойымен алып қалғанын өзі де білмейді. Әйтеуір тығып ұстап қалған еді. Міне қаншердің қолына бүгін қару болып, әкесінен қалған айбалта баласына сілтенеді. Арслан баласын күтіп жатып, Ермет кешікті ғой деп
деумен көзі ілініп кетіпті. Төтенен келген жауды да, өз үйінен келген ажалды да сезбей қалды. Қырынан жатып қалғып кеткенде қарақұстан тиген соққыдан ыңқ деді де жүре берді бұл дүниені тастап. Татар шалдың дымы шықпай қарсыласуға шамасы да келмей қалғанын қуанған Төрегелді енді тез-тез қимылға көшті. Қанға бөккен дененің кеуде тұсын жастығымен қосып, сейсеппен орап тастады. Дәлізге шығып жан-жағына қарап, жарықты сөндіріп келді де өлікті арқалай жөнелді. Отын қораға дейін қандай дүлдей күш көтергенін бір дем алмай түсті. Дененің отын қораның түкпіріне тастады да қайта көтеріліп, пілте жағып, кісі өлтірген жеріне қан тамбады ма деп тексерді. Тек төр көрпенің шеті былғаныпты. Оны орап құшақтап алды да балалардың бөлмесіне келді. Хадиша ұлын құшақтап үрей құшқанында отыр екен. Жанатай ұйықтап қалыпты. «Не, ұйықтамай жатыр ма?» деді алқынып. «Жоқ, мана ұйықтап қалған. Енді немене?» Тыныш жатқан баланы жұмалап. «Есің дұрыс па? Бері кел» деді. Қазір деген әйел ұлын қайтадан көрпенің ішіне жатқызып қымтап шықты. Дәлізде тұрған күйеуінің тірі қолынан ұстап тұрған білте шамның жарығымен өрт сөндіргендей болып көрінді. «Жүре бер» деп баспалдаққа дейін келді де төмен түсе бастады. Өзіне шалын өлтіргізетін шығар деп қорыққан әйел. «Төрем, мен қорқам» деді дірілдеп. «Бәрі бітті. Мә, мынаны ошаққа жағып жібер. Отын қора жақта байқа, артымнан біреу келіп қалмасын. Мен ананы жайғастырам. Әлгі шалиғаның пысықтығын тексеріп жүретіні бар ғой. Бұл не жарық деп жетіп келмесін» деді де арғы қарай түсе жөнелді баспалдақпен. Шам жарығымен қан тамбап па деп қарап қайта тексеріп келеді. Бағана келе сала әйелі жиреншал байлығын мына жерден алды деп көрсетіп, қалай ашылатында көрсеткен. Сол айтқанымен тізіліп тұрған ағаштан біреу-екеуін суырып алып еді, төбедегілер құлап өзін басып қалды. Қайта білте шамды аулақтау қойғаны жөн болыпты. Әйтпегенде өрт шығар еді. Оның майы төгілсе, құлаған кескен отынның арасынан шығып, оларды тамның бір жағынан ысырып, айтқан қақпақты да тапты. Оп-оңай ашты да ішке қарау үшін шамды әкелді. Жарықтың сәулесінен үңгірдің ішіндегі сандықты да көрді. Шамды үңгір жиегіне қойып секіріп түсті де сандықтың құлпысын тілін көтерді. Іші бос. «Атанан нәлет, барын сыпырып алыпсың ғой, орнына өзің жатасың» деп боқтап алып қайта шығып, сейсепті шешіп денесін шығарды. Қаны жастыққа сініп тоқтап қалыпты. Үстіндегі бешпетімен жатқан екен. Сол қалпында сандыққа тықты. Нықпалы жатып екі бүктеп әрең сыйғызды. Сандықтың аузын жапты да жастықты сейсепке орап бір шетке қойды. Үңгірдің сырт қақпағын жауып, жерді тегістеп, отынды жиып шықты қайтадан. Ермет пәле бірдеңе іздеп жүріп тауып алмасын деп қайта бергі жағына бұрынғыдан да көп отын жиып, адам аяғы баспайтындай етіп үйіп жіберді де қайта шықты отын қорадан. Қолындағы сейсеп түйіншектегі ауладағы қазандықтың көмейіне тықты да шақпақ шақты. Сол кезде сыртқы ауланың есігі жақта жүрген әйел де келді. «Көрпешені әкелейін бе?» деді. Ахметовтың берекелі отбасының талай қонағы күткен тайқазан асылған ошақта баласының ақтық қанын жұтқан жастық пен көрпешені жанып жатты. Сұмдық бір қылмыстың ізін өртегендей. «Бар үйге, мен қазір» деп қолымен әйелін шеттегі еркек. Мынау айуандығына оны араластырғысы келмей не бір сұмдықты көрген милиция жастық пен көрпешеден күл қалғанша есік алдында отырды. Ертесіне күн жарықта қылмыс жасаған жерлерін түгел қайтадан тексеріп шықты. Қан із қалмады ма деп ошақтың маңайына келгенде шалиға алдынан шығып, «Түнде су ыстыңыздар ма?» деп сұрады. «Иә, мен кештеу келген соң жуындым» деді еркек, қызметшінің көңіліне түйткіл қалмасын дегендей. Хадишаны сол күннен бастап ұйқысы бұзылды. Жиреншалының қалай өлтіргенін көрмесе де, өзі өлтіргендей болып шошыды. 3-4 күннен соң ауырып мұрттай ұшты.
денесі оттай жанып тұрса болды, бас айналады. Тәбетте жоғалып, тамақ іше алмай қалды. Оның шошытып алғанын біліп, Төрегелдінің жаны Хадишаның үстінде болды. Ұшықтатуға, қарқаралыға аты шыққан Тәуіпке апарды. Қожа, молда, емші Тәуіп дегенді қудалап, мешіттерді бұздырып жүрген коммунист алдына келгенін көріп, Ақберген ақсақал көтеріліп кетті. Төрегелдің алдына отырғызып қойып, біраз өсиет айтты. Сонында көп қан төгілген өмірінде, сонындағы әйелінің жүрегіне түскен, үйінде әруақ бар, сол сендерді мазалайды, арғы-бергідегі әруақтарға өмірі бір құран оқытпапсын. Мына атқарып жүрген қызметінің өзі қарғысты көп алғызып, жүрегіңді суытып жіберген. Бір құдайды таратып, әруақтарға құран шығарт, дінмен, мешітпен көп алыспа, ақырынды ойла. Есті азамат бүгінгісін ақырына азық етер деп шығарып салды. Қанша коммунист болса да, қанша партбилеті жүрек түбіне ұстаса да, Ақберген ақсақалдың мына сөздерінен шошып, Ерметті жанына ертіп алып, елге барып бір қойды сойып таратты. Бірақ жиналған жұртқа құдай таратып жатырмын деуге коммунистігі жібермеді. Үйіне келген соң Ақбердіні алып келіп құран оқытты. Онда да үй қызметіндегілерден басқа дастарханда бөтен адам болмады. Ақберген ақсақал ұзақ оқылатын бір сүрені құйқаны шымырлатар мақаммен оқып болып, арғы-бергіні түгендеп, бағыштап, аяғында батасын берді. Ермет Хадишаны таңжарықта ешкімге көрсетпей, Ақберген қарияның үйіне алып барып, бір жеті оқытып емдетті. Жазғы салым Хадиша аман-есен тағы бір ұл тапты. Есі шығып қуанған Төрегелді ұлының атын Ергенбек қойды. Өзім жалғыз едім, Заманбегім еріп жүрсін деп ырымдады. Босанғаннан кейін Хадишаның еліре ауруы тағы шықты. Нәрестеге шалиға ие болып, тек емізуге анасының бауырына салады. Әйтпесе Хадиша бала түгілі өзіне ие болуға шамасы жоқ. Кеудесінің сүті аяғына төгіліп жатса да, соны игеріп, сәбиінің бауырына салуға кейде ақылы жетпей қалады. Төрегелдінің жұмысы болса да ауырлап кеткен. Елде Голошокиннің аша тұяқ қалмасын, асыра сілтеу болмасын деген кері де теріс тірлігімен, малмен ғана күн көріп отырған қазақ елінің қолында құрық пен жүген қалды. Ірі қара малды түгел үкімет сыпырып, қой-ешкіні қырып салды. Халық қолындағы азғантай ұсағын ауыз сала бастаған соң босып кетті. Баяғы бай манаптың кәмпескесіндегі көрші елдерге қашпаса да, қалаға қарай ақылды қырдағы жұрт. Қаланың тіршілігі көзі деп таныды. Халық көсемі Сталиннің ел ішінде халық жауын іздеген науқаны басталды. Халық жауын тап дейді, Төрегелді бастаған топ табылды. Бір құдай біледі, олардың қайсысы дос, қайсысы жау, арғын ақтарып, анық қанығын жетіп жатуға уақыт жоқ. Қырдағы халықтың сәл бас көтеретін аудандық мәслиханға тоқытып болды. Оларды түнімен ұйықтатпай сұрақ қалады, өлердей қинайды, ұрып соғады. Төрегелдінің белдігінде наган, қолында кісен, аттан түспейді, жанына шаш ал десе бас алатын екі жандай шабы. Күні-түні ауыл-ауылдар алап, ауылдық кеңес ағаларының жағасын алып, халық жауын таптыртады. Жүрегі ат аяғын дүрсілімен бірге соғып, әбден қалжырады. Коммунист деген атына кір келтірмеу үшін бір сәт бел жазбады. Ауру әйеліне де қарамады. Тақымдағы шалбардың құйрық тұсы ақ жем болды. Самайының ағы көбейіп, мұрты бұрынғыдан да едірейіп, тіпті оған да ақ түсті. Талайды тепкілеген хром етік аяғын қажады. Жұртқа зәбірлене өңі суып, түсі жалпақ қара тастай қатып кетті. Социализм жауларына деген аяушылығы жоқ. Жанның тақымына да ат шақ келмеді. Тұлпар берсе де 2-3 айда ит сілекпесін шығарып жібереді. Не аяғы сынады, не белі үзіледі. Жануарды қайдан аясын? Адамды аямайтын қаныпез. Маңайдағы ауылда бар деген не бар жоғы, не бір жүйріктерді жер жастандырды.
аудандық милицияның ат қорасындағыларда. Төрегелдіге ат керек дегеннен ақ зәрелер кетеді. Байғы жануарларға да қырғидай тиеді. Өзі үстіне қалай аман қалып жүр, бірге мойны үзіліп кетпей деп Бектемір деген баяғыдан келе жатқан атбегі іштей боқтап отыратын. Ондайды сыртқа шығаруға болмайды. Коммунисті боқтасаң ұсталасын да жазаланасың. Ал олардың көсемі Сталинге тіл тигістен атыласын. Сталиннің суреті бар газетті жыртқаны үшін бір бажасын қаматып тастағаны естіген ақсақал аттың жауын сыртынан сыбайтын. Сөйтіп халық жануарларын іздеп, халыққа қырғидай тиіп, қарғыс жиып, байғы жануарлардың обалын арқалап жүрген бір күні қырдан келе жатып, аттан ұшып мерт болды Төрегелді. Хадиша есік алдында күншуақта Ергенбектің қылығын қызықтап отырған болатын. Шалиға жана сойған ісектің шек қарын жуып болып, енді басын жуып жатқан. Ерметке қой сойғызуға болмайды, сойған малының жағын ажырата алмайсың деп күңкілдеп басты ары-бері жұлқылап жатты. Тістеніп жүріп соятын шығар деп Хадиша күлді. Көкем айтатын, мінезі ауыр адамға мал сойғызсан жағы қарысып қалады, еті де қаттылау болып ұзақ піседі деп дейді Шалиға күйіп пісіп жүріп. Онда күлкіден аузы босамайтын Ұржақай Болсынбайды қой соярда шақырып алайық деп Хадиша тағы күлді. Қыстайғы аурудан басын енді көтеріп, жүзіне күлкі жүгірген ханымның реніне Шалиға қуана қарады. Ауру кірді дегенше, әлек кірді десейін дегендей. Хадиша аурулы болғалы бері үлкен үйдегілерінде берекесі кетті. Заманбек пен Ергенбек те бала болып анасына еркелей алмайды. Төрегелді болса да еркек сырттың адамы, аттан түспейді. Қызметі де бір қырғын. Ал кетті, ал шапты деп қасындағы жандайшаптарымен бірге күні түні аттандап жүргені. Ауру Хадишаны Шалиға бағып жатыр. Әйтеуір қыстан аман шығып, көктемнің шуағына ілінгелі бері ханымы бір әруақ екен есік алдына шығын отыратын болып жүр. Елден келгелі ағайын туыспен әңгімелесуге де жарап қалды. Анасының аулаға шыққанына қуанған екі ұлан асыр салып ойнап мәз-мейрам болады. Сондай бір шуақты күні намазгер уақытында дарбазадан бейсуат үш еркек сау ете түсті. Түстері суық, жүрістері суыт, әлденен сезген Хадишаның жүрегі зу ете түсті. Төрегелдің қызметкерлері Ауғанбай: «Жеңгей, төрекем аттан құлап мертігіп қалды. Бөлме дайындаңыздар, жатқызайық» деді бірден. «Тірі ме?» деді әйелі өзі әлсіз дауысымен. «Иә, сынықшы алдыртқанша оңашалау жерге жатқызайық» деп аттағыларды шақыртып қол бұлғады. Дарбазаның қосымша есігін айқара ашып, қос ағаш пен ортасына мата тартқан зембілге салған. Төрегеліні үйге қарай екі жігіт алып жүгірді. Өлі тірісі белгісіз. Үстіне жалғабай шекпен жауып қойыпты. Басы жалаңбас екен. Өлген болса бетін жауып әкелер еді. Болды мойнын созып қараған Хадишаның алғашқы ойы. Екі еркек зембілді көтерген күйі үйге кіріп кетті. Хадиша үрпейіп тұрған ұлдарына: «Сендер әзірге үйге кірмей тұрыңдар, көкелерін аттан құлап ауырып қалыпты» дей салды да өзі ілбейіп үйге беттеді. Қонақ бөлмедегі болсекей кереуеттің көрпелерін түсіріп, Төрегелдіні жатқызып жатыр екен. Жанына барып, шашы қанмен ұйысып, өңі қап-қара болып, жүзі әлем тапырақ, көзі жұмулы, қорқор етеді. Еңкейіп денесін көрпемен қымтады. Сүт пісірім уақытта сынықшы Домбай қария келді. Ұзақ қарап көрді де, жолына зақым келген, ертеңге шыдамас деп кесіп айтты. Өзі қалтандап жүрген әйелге бұл оңай соққы болмады. Талып түсті. Төрегел сол қорылдаған қалпымен таңға дейін жатып, шолпан туа мәңгілікке аттанды. Хадиша есіне қайта-қайта танып, күйеуінің мәйітін үйден қалай шығарды, қай тұсқа жерледі, қабарсыз қалды. Өлік жөнелтуінің барлық жөнін Жақып көкесі мен ержетіп қалған Тауфиғын жалғастырды. Төрегелден туған екі ұлы әлі жас, үлкен Заманбек көкесін аттан құлап өлгенін біледі. Кішісі Ергенбектің тілі енді шығып келеді. Апасының ауруы жандарына барып жүргенде
көкесінің өлігі Заманбекті жасытып кетті. Төрегелдінің 40-ын өткізген соң анасы зарлыққан елге қайтты. Күнде ауру қыздың жанында екі ұлға бас көз болып отыратын еді. Ой, соры арылмаған балам-ай, дей береді Хадишаға қараған сайын күмбірлеп. Шешесі кеткен соң-ақ жатын бөлмесінде оңаша ұйықтаса, Хадиша шоқшып, таңға көз ілмейтін шығарды. Жанына 3 ұлын бірге алып жатады. Таупаны 16-ға қарап жігіт болып қалды. Күні бойы ауланың тірлігімен босамайды. Баяғы қызметтерін істейтін ерметтер елге көшіп кеткен. Шалиға шалы өліп, бауырында бала болмаған соң осы үйге бір жола қалып қойды. Ағайындар қырдағы ауылға шақырып еді, бармады. Жасымнан жүрген үйім, ханымның басына іс түсіп, аурулы болғанда тастап кетпеймін, Құдайдан қорқамын деп отырып алды. Сонымен ауру Хадишаның қасында отымен кіріп, күлімен шығып, тамағын беріп, төсегін жайғайды. Төрегелді өлгелі бері ас ауқат та тартылып, үлкен үйдің де берекесі кетті, сырты тоза бастады. Хадиша күндіз жап-жақсы ас ауқатын ішіп, Шалиғамен ананы-мынаны ақылдасқан, ұлдарға тапсырма берген болып жүреді де, түн баласы өзімен өзі алысып шығады. Енді көз ілініп бара жатқанда, есік терезеге тарсақ шабық болса да, жатын бөлмеге жел есіп өтеді. Елең етіп оянып кеткен әйел көпке дейін аунақшып ұйықтай алмайды. Ауру дейтінде еш жері сықырлап, не қақсап, ауырып жанына да батпайды. Есіне өткен кеткені түсіп, көзім ілінсе тағы да оятады-ау деп елегізіп жатады. 3 батыры түк сезбей ұйықтайды. Хадишаның түйсігіне тереңінде осы үйде өздерімен бірге тағы біреу өмір сүретіндей сезіледі. Баяғы жирен шалын осы үйдің ішіндегі отын қораға көмгенін еске алмауға тырысады. Сол бір жайды кезінде Ермет айтып, өлікті түнделетіп, басқа жаққа жерлетіп тастағыста келген. Біреу біліп қалып, немесе Ермет әйеліне сандалып айтып қойып, одан ел құлақтанып, сотталып жібере ме деп қорықты. Төрегелді өлтірді дегенге кім сенсін? Өзін не қарап жүрдің? Сыбайласып дүние үшін өлтірдіңдер. Енді тірі жүрген сені жауаптап, соттаймыз дер. Жауабын да берер еді-ау. Мына 2 құлының анасы, анау сорлы Таупаның әкесін өлтірген қаншелер атанады ғой. Ұлдары да бір-біріне кек тұтып, өмірлері зая кетеді ғой деп ойлаумен таң атып кеш батады. Ерте ме, кеш пе, осы құпияның сыры ашылып қалса, күнім не болады? Отын қораға қайтсем, балаларды кіргізбеймін деп алысып жүріп шашы ағарды. Таупаның отын қораның түбіндегі отын таусылмай-ақ жаз бойы үстіне қор жасай бер деп ақыл айтқан болды. Ондағысы отын таусылып қалса, жирен шалдың сандығының қақпағы көздеріне түсіп қала ма деген сиқа. Күзге салым әйелдің елес көруі, ұйықтамай шығуы жиіледі. Терезе алдындағы жалғыз қайының 100-деген жапырағы Арслан, Хадиша, Төрегелді деген сыбдырлап әңгіме айтып тұратындай, жирен шалы таңға жуық төсегінің жанына келіп отырып, баяғыдай шашынан, балтырынан сипап оятатындай, сол бір дәулетті де сәулетті бейғам күндеріне деген сағынышпен жылап оянатын түндері жиіледі. Төсектен бейсенбі күндері Шалиғадан бұрын тұрып 7 нан салғыш болып алды. 2 жесір әйел мұнданып отырып, күйеулеріне Құран бағыштайды. Соңғы кездері Төрегелден бұрын Арсланды ойлайды. Соның алдындағы ешқашан еш нәрсемен шуылмас күнәсін ақыры неге соғар екен деп ойлағанда, жанын қоярға жер таппайтын болды. Апа, нағашыларыма барып күземге көмектесіп, сізге де анау-мынауға керек жүн-жұрқа келіп берейінші, 10 шақты күнге қырға жіберінші деп ержетіп қалған Таупаны қоймады. Жіберсенші, ханым, жаныңызда мен бармын ғой, қайта Таупанжан айттыратын қыз қарай келер деп Шалиға да қосылды. Қыз айттыратындай бізде қайбір жай бар дейсің, деген қалай аузынан шығып кеткенде байқамай қалды. Түнде қорқатын айтуға намыстанып, қанша қиналса да Тауфиқты қырға Жақып көкесіне қолқанат болуға жіберді. 2 түн жақсы ұйықтады, 3-ші түні түнгі елес тағы басталды. Таңғы сәулемен ол бөлмеге кірді. Үстінде баяғыдай ақ көйлек,
дамбал киген Арслан терезенің алдына Хадиша екеу жататын, бүгінде екі ұлын бауырына басып жатқан әйелдің төсегіне жайлап келді. Қатты ұйықтап жатқан әйелдің балтырынан жоғарылай сипап кеудеге келіп тоқтады. Сонан соң екі қолды алқымға салды. Елестің қолының табынан оянып кеткен әйел аласұра қарсыласты. Даусы шықпай қырылдады. Шалиға ойбай, ойбай деді. Үйдегілер шырт ұйқыда. Шешесінің аяқтарын ербеңдегенін Ергенбек оянып кетті. Апа, апа деп қыңқылдап шешесіне жармасты. Сол кезде Елестің қолдары шеңгелін босатып, Хадишаның тынысын кеніп, көзі ұлғайта ашып, жан-жағына қарады. Терезеден түскен сәулемен таңғы елес болып, Арслан ғайыпқа сіңіп бара жатты. Ақ көйлек дамбалынан, күжірейген желкесінен ұстарамен қырғызған, басынан артынан жирен шалын анық таныған әйелдің қайта көзі ілінбеді. Қолымен кеңірдегін ұстап көрді, ауырмайды. Бісміллә деп даусын шығара айтып көрді. Тілі де, үні де бар. Аяқ қолын қозғап көрді. Бәрі орында. Өз қызметін атқарып тұр. Тек жүрегі дүрсілдей соғады. Ақырын басып көтеріп жайлап тұрды. Сап-сау, опырмай-ай, сорлы жирен шалға бір құран бағыштамадық-ау деп ойлады да іле-шала. Не деп бағыштаймын, өлді деуге моласы жоқ. Көмгенін өзінен басқа тірі жан көрген жоқ. Әсілі сонау Төрегелдің жібермеген. Енді кезек маған келген шығар деп ойлап, зәре құты қашып таңдатырды. Шәй үстінде Шалиғаға, Арсланға бір құран оқыту керек еді деп көріп еді онысы. Ханым, тірі адамға құран оқыта ма екен деп шошып кетті. Кім біледі, заман алмағайып болып кетті ғой. Тірі деймісің деп міңгірледі. Я, қожайыным тірі болса, жалғызын іздеп бір келер еді ғой деп Шалиға тіпті көзіне жас алды. Опырмайдың адалдығынан Хадиша тірідей жерге кірді. Өмір бойы жирен шалдың кірін жуып, қалған асын ішіп, қорасында жатқан Шалиғаға дәл осы сәтте адамгершіліктің ұшар басында тұрды Хадиша үшін. Ішкені алдында, ішпегені артында, асылдан киім кигізіп, таупандай ұл сүйгізіп, астына алтын пәуескедей түспей, үлкен үйдің ханымы болып, алшандатқан арысын өзі зынданға көмдірген әйелі ар соттап, ұятты тыныштырады. Ертесі бейсенбі еді, түскі асқа дейін 7 шелпегін пісірген Шалиға. Ханым, көрші қолаңға айтайын ба, қожайынға құран оқытып жатырмыз деп шалғыншына қолын сүрте сөйлей кіргенде жайнамаздың шетінде отырған Хадишаны көрді. Үндемей есік түбіне бір тізерлей отыра кетті. Ханымның намазын аяқтағанын күтті. Сіз намазға жығыласыз ба деп таңырқап сұрады. Жайнамазын жинап болған соң Хадиша. Бастадым. Баяғыда көкемнің үйінде жүргенде Нәсірәт молнадан біраз дәріс алған едім ғой, деді аздан соң барып. Ешкімге жар салмай-ақ қой, екі ұлымен өзіміз отырып ақ құран бағыштарымыз деп жалғастырды сөзін. Құран бағыштаса да Арсланның әруағы Хадишаға тыныштық бермеді. Түн баласы елеспен алысып шығатын бейшара әйелдің жүйкесі тозды. Сіркесі су көтермейтін халге жетті. Үйде жалғыз қала алмайды. Онаша қалса болды, елес жетіп келеді. Көктемгі көкөзек шақта сол елеспен онаша сөйлесетін болды. Ондайда Шалиға. Ханым, маған бірдеңе дедіңіз бе? Десе ол сандырақтап. Жоға, баяғы Арслан ғой келіп тұрған дейтінде халге жетті. Бісміллә, ханым, үйде екеуміз ақпыз ғой. Сіз өткенді ойлай бермеңізші. Аман болса бірер келерде күтушісі ханымның қылығынан шошына бастады. Жалғыз қалдырмауға тырысып жүрді. Жазға қарай Хадиша алдағы қысқа отын даярлық жасап жүрген баласымен алысты. Отын қоры азая бастапты. Отын түсіріп, соны толықтырып қояйын деп тірлік жасап жатқан Тауфиқтың аяғына оралып, әбден мазасын алды. Түк түсінбеген бозбала жарылған отынды екі інісімен отын қораға тасып алғанша анасын Шалиға апасына бақтырып қоюына тура келді. Үй қамақта қалған Хадиша Арсланның елесі ұлын қылғындырады деп ойлап, жылап сыртқа ұмтылып, күтушінің мазасын алды. Ханым-ау, жылдағы іспен жүрген тірлігі емес пе?
Бұрын ермек жинайтын еді, енді таупанжан өсіп қалды, өзі жинап жатыр. Несі бар, енді кімді шақырамыз деп тіпті кейіп те алды. Хадишамен алысып жүріп, қысқа отында жиналды. Сол түні Хадиша үйден далаға қашып, не Шалиғаға, не Тауфиққа бой беретін емес. Опырмайдың қу сүйегі қалғанына қарамай күштісін-ай. Кетем, бұл Арсланның үйі, менің үйім қырда қалды, төрем де сонда кетті, мен де сонда кетем деп жұлқынады. Түнімен алысып күтушісі де, ұлы да таңға жуық шаршап құлады. Хадиша да дамылдағандай болып еді, таңғы елес оны қайта оятты. Жүр, қырға барамыз деп шақырды. Маңдайынан сипап, қолынан жетектеп есікке апарды. Хадиша баяғы жас кезінде Арсланның артынан еріп кете барды. Есіктің ілгегі салынбаған екен. Әйелдің сыртқа шығып кеткенін таңғы ұйқыда жатқандар сезбеді. Сонша ен дәулетке жеткенше армандап, айттырған жерінен айнып келген үлкен үйдің қақпасынан асыға шыққан Хадиша аяғына жұқпай жүгіріп, елеске еріп, сарыарқаға сіңіп жоғалды.